Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бүгін мен сіздерге ата-ана мен бала арасындағы қажетті кеңестер беретін боламын. Баланы туғаннан соң 5 жасқа дейін патшаңдай сыйла, 5 жастан 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса, 15 жасынан бастап досыңдай сырлас деген дана халқымыз. Баланың тұлға болып қалыптасуына 4 факторлар әсер етеді: ата-анасы, мектебі, қоршаған ортасы және қоғам. Баланы жақсы көріңіз және оған көмектесіңіз. Бүгінгі бала ертеңгі өркениетті қоғам мүшесі. Қазіргі кезде балаға өмір беру оны жолбарысы бар торға лақтырғанмен бірдей. Балалар қоршаған ортаны бақылауға қабілетсіз. Оларға болу үшін шынайы мүмкіндіктер жоқ. Оларға өмір сүру үшін махаббат пен көмек қажет. Ең әрекетті құралдардың бірі бұл тек балалардың досы болу. Балаларды бақылаңыз. Балалардың өз өмірі туралы айтқанын тыңдаңыз. Сіздерге көмектесуіне мүмкіндік беріңіз. Бақытқа басты жолдардың бір бөлігі өз бетіндік өмірге аяқ баспайынша оларға жақсы көретіндеріңізді білдіріңіздер және көмектесіңіздер. Балалар әкеден ерліктің, адамгершіліктің, іскерліктің, имандылықтың өнеге үлгісін үйренеді. Аналарынан парасаттылықтың, сұлулықтың, мейірімділіктің және қайырымдылықтың өнеге үлгісін үйренеді. Сондықтан 18 жасқа келгенде балаң кісімен тіл табыса алмайтын, жұғымсыз, істің ретін таппас, су жұқпас болса, ренжиміз. Ертеңде күн бар ғой, бәріне үлгереміз деп салдыр салақ күн кешетіндердің өкініші одан да ащы болады. Ендеше бала тәрбиесін екінші орынға ысырып қоймай, бесігіміздің дұрыс тербелуі үшін бүгіннен бастап білек сыбанып кіріскеніміз дұрыс. Қорытындылай келетін болсақ, қабілетсіз бала болмайды, ашылмаған, дамымаған қабілет иесі болады. Сондықтан әрбір баланы жұлдыз тәрізді жарқырату өз қолыңызда екенін ұмытпағаныңыз абзал. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.